Ағайындар, кезекті біздің наразылығымыз, қолдаңыздар, бөлісіңіздер, дүпіл басыңыздар ағайын. Енді бастаймыз ағайын. Бастаймыз, суға таяқ тастаймыз. Ассалаумағалейкум, қасиетті қазақ халқы, тектілігі тамырында ойнаған, тектілігі қанында, екі бетінде, екі жүзінде ойнаған қазағым, менің батыр халқым, менің ақын халқым. Біздің бүгін осы Нидерланды еліндегі Данхак қаласындағы халықаралық Гага сотының алдына келудегі бірден бір мақсатымыз кешегі қаңтар оқиғасы кезінде, яғни 2022 жылы Қанішер Тоқаев ОДКБ-ның әскерін шақыртып өз халқын қырдырғаны, қазақтың қанын төккенін, жанын алғаны үшін біз бүгін осындай наразылыққа шығып отырық ағайындар. Біздің мақсатымыз бүгінгі Қазақстанның билігінде отқан, заңсыз президент болып отқан Қанішер Тоқаевты соттату. Қалай соттатамыз? Анау мынау емес, осы Данхак қаласындағы халықаралық сот, яғни бұл Гага сотында біз иншалла Құдай қаласа, Алла бұйырса, жаратқан ем нәсіп етсе, дәл осы жерде, дәл осы халықаралық сотта Қанішер Тоқаевты соттатқымыз келеді. Біз әрине оған сенеміз, өйткені күш бірлікте халық қаласа қан түйесін сояды дейді ағайындар. Бірақ бұл Тоқаев, тем более, ол хан емес, ол Қанішер, ол заңсыз билікте отқан тобыр ағайындар. Сол үшін де біздің тілегіміз Қанішер Тоқаев сотталу керек. Қазақтың қаны бостан босқа ақпау керек ағайындар. Өйткені ол жала жауып, өтірік айтып, бәле жауып, қазақтың, қасиетті қазақтың 238 мәлімет бойынша қазақтың қанын қырған. Бірақ білесіздер, біздің мына биліктің қандай билік екенін, өтірікті, шындай ақсақты тыңдай қып төлейтін, кем дегенде мыңнан аса қазақ қырылды деп айтылады сол қаңтар оқиғасында. Мен өз басым соған сенемін ағайындар. Сол ішінде қолдаймыз, біз біргеміз. Өздеріңіз де біліп отырсыздар. Тек қана халыққа, халықтың қаны жан ашиды ағайындар. Биліктің ешқандай да жаны ашымайды. Оны билік кеше қаңтар көтерілісінде де дәлелдеген, кеше және дәлелдеді. Өздеріңіз білесіздер, қазақтың қазынасын, яғни 7 миллиард долларын апарып ақшқа, қайдағы атасы басқа иті қара қасқа біреуге тастап келді ағайын. 7 миллиард доллар, 7 миллиард теңге емес, яғни 7 миллион доллар емес ағайын. Өздеріңіз есептеңіздер, 7 миллиард доллармен көшеде қаңғырып жүрген, қайыршы болып жүрген, мына қасиетті қазағыма кем дегенде люкс санатындағы, комфорт санатындағы 70 мың пәтер салуға болады екен ағайындар. 3 бөлмелі. Сондықтан біз бостан босқа осы халықаралық соттың алдына келіп тұрғанымыз жоқ ағайындар. Кешегі жауыз Қанішер президенттерді де осы ғимаратқа алып келіп соттап, осы түрмеде шіріткен болатын ағайындар. Сол үшін де біз сенеміз, Қанішер Тоқаевты осы халықаралық сотқа тартылу керек, және де тартылады деп сенеміз ағайындар.